керемет ше, қандай жақсы. Түркістанда жаңа бір мәдени орта пайда болды. Екінші қабатта әдем отыратын орындар бар екен. Мына жерде су бар. Ассалаумағалейкум, сәлем Түркістан. Бүгін біз су жаңа Түркістан қаласында ашылған Түркістан музыкалық драма театрына қонаққа келдік. Ішін көріп, шоу жасайық. Кеттік. Жалпы Түркістан музыкалық драма театры 2021 жылдың 11 мамырда салынды. Және де аумағы 2,9 гектар. Жалпы ғимараттың көлемі 11.205 метр квадратты құрайды. 511 адамға арналған орын саны бар. 2022 жылдың алғашқы қойылымы бүгінгі қойылып жатқан Махаббат мұнарасы. Екінші қабатта әдем отыратын орындар бар екен. Тамашалап көрейік. Жайлы. Ал мына жақта кәдімгі қонақтарға арналған аш ішетін кішігірім буфеттер бар екен. Бірақ қазір жұмыс жасап жатқан жоқ, көріп тұрғандарыңыздай. Себебі жаңа айтқанымыздай алғашқы қойылым. Көріп отқандарыңызда керемет ше, қандай жақсы, тамаша. 511 адамға арналған кең залды алғаш рет көруім Түркістан қаласында. Карантинде талаптарға байланысты адамдардың арасы ашық, және де дәл алдымызда мынандай керемет жарықтандыру құралдары орналасып тұр. Қойылым қазір 5 минуттан соң басталады. Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген үздік әртістердің ойынын көреміз. Және қойылым керемет болады деп ойлаймын. Жанбай қайтып жаншыдан сағыныш, сағыныш, сағыныш. Менің де тамы жүрген күйім осы ғой. Дәл қазір сені Суретші Түркістан музыкалық драма театрының жас әртісі Айбек Боранбаев. Егде суретші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Әділ Ахметов. Дәл қазір қойылымымыз аяқталды, және де сахна сыртында әртістеріміз сөйлеп жатыр. Әртістеріміздің ойынына біздің берер бағамыз өте мол, себебі керемет қойылым жасай берген. Бірақ маған бір ғана ұнамаған жері бұл қойылымның сценарийі ұнаған жоқ. Үйленген әйелдің жас жігітпен көңілі қосуы ғана болмаса, себебі бұл біздің қазақы дәстүрде де, діни сенімде де бір дұрыс емес пікір болып қалыптасады. Ал былайша театр актерларына беретін бағамыз өте жоғары. Сосын тағы бір айта кетерлетін жайт, мына жерде су бар. Бұл көріністе байқалмауы мүмкін, сіз залға келіп отырсаңыз да, ал былай көрініс басталған кезде көзге бірден су көрінеді. Тағы да бөлісетін әсерлер залда көріп отқандарыңыздай карантин талаптарына сай аралар бөлініп отыр. 2 адам отырады, 2 адамнан кейін 2 орындық бөлініп тұр. Айта берсе керемет, Түркістанда жаңа бір мәдени орта пайда болды. Бұл Түркістан музыка драма театры. Келіңіздер, қолдаңыздар. Себебі бұндай эмоцияны сізге басқа жер бере алмайды. Саламатсыздар ма? Сіздерге 1-2 сауал қойсақ. Есіміңіз кім? Камила. Сізге бүгінгі жалпы қойылым ұнады ма? Ұнады, өте қатты ұнады. Бірінші рет көріп жатырмын, қатты ұнады. Түркістан тұрғылықты тұрғынысыз ба? Қаласынан келіп көріп жатырмын. Алматы қаласынан келдіңіз, Сіздің есіміңіз? Ардақ. Сіз осы театрға алғаш келіп тұрсыз ба? Жоқ, 10-ші рет келіп жатырмын уже. 10-ші рет келіп жатсыз. Жалпы сізге Түркістанда осындай ашылған музыкалық драма театрының қай қойылымдары ұнайды? Не болмаса
Жалпы әсеріңіз қандай осы театрға? Енді ұнағаннан кейін осы именно махаббат мұнарасына уже 5-ші рет келіп жатырмын. Әсер деген керемет. Енді ұнағаннан кейін қайта-қайта келе бергім келеді. Өте әдемі спектакль, өте керемет спектакль. Махаббат мұнарасына 4 жыл ұнайды. Өрте және махаббат мұнарасы. Рахмет сіздерге. Қайырлы кеш. Бүгінгі жалпы театрдың алған әсеріңізден бөліссеңіз, қойылымнан, жалпы театрдан. Біз осы Түркістан қаласының тұрғылықты азаматтарымыз бізге қатты ұнады. Керемет, өте тамаша. Барлық іштегі бар жан дүниемізді шығарып, жасық шаққа оралғандай болдым өзім. Алғаш рет келіп тұрсыз ба? Алғаш мәрте келіп тұрмын. Керемет, ұнады бізге. Жалпы билет бағасы қаншадан алдыңыздар? Қызым алған, бізге ұнамды бағасы. Бағасы қолжетімді деп. Қолжетімді, өте керемет. Ешқандай артықтығы жоқ. Себебі мынандай дүниені көру деген баға жетпес. Бұл жерде баға емес, рухани азық жүріп жатқан. Керемет. Киноға қарағанда бұл жерде прям табиғи сөзбен айтып жеткізу керек емес алған әсерімді. Прям күшті болды. Енді алдағы уақытта жиі келіп тұрасыздар ма? Алла қаласа, иә. Бөртеге келгіміз келіп отыр. Бөртеге? Және таныстарымызды, достарымызды алып келсек деп отырмыз. Кентау қаласынан, Шымкент қаласынан. Рахмет сізді сұхбат бергендеріңізге. Театрдағы билет бағалары 1500 теңгемен 4000 теңгенің аралығы. Сахнаға жақындай түскен сайын билет бағасы да қымбаттай түседі. Бірінші, екінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандарға билет бағасы тегін. Ал үшінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандарға билет бағасы 50% жеңілдікпен сатылады. Және де Ұлы Отан соғыс ардагерлер мен оларға теңестірілгендерге де билет бағасы тегін. Олай болса, Түркістанда ашылған жаңа театрды көруге сіздерді шақырамыз. Есімің кім болады? Диас. Диас. Жалпы театрға алғаш келуің ба? Жоқ, екінші рет. Екінші рет. Динаның бірінші рет келуі өте әсерлі болды негізі, бірақ мен ойладым, қазір біткен соң антракт болады деп. Антракт. Өйткені алдында бөрте кезде 3 сағат болды да, мен де ожидать еттім 3 сағат болады шығар деп. Бірақ өкінішке орай 1,5 сағат болды. Сәл аздау сияқты болды, бірақ сонда да ойнаған актерлардың ойыны керемет болды. Спецэффекті барлығы жақсы қойылған. Осы жердің тұрғынысың ба, жоқ студентсің ба? Студентсің. Халықаралық қазақ университетінде. Жалпы жастар көп келе ма театрға? Театрға мен ойлағам, негізі көп үлкендер келетін шығар да. Мына жақта қазір 50-ге 50 сияқты маған қазір. Алдында мен ойлайтынмын бұрында тек қана әке-шешем баратын кезде, ол үлкен кісілердің заты деп. Жоқ, өсе келе кішкене кітап оқып, көзің ашылып үйренеді екенсің. Сұхбатыңа рахмет, жақсы. Жалпы осы театрға алғаш келуіңіз ба? Бірінші рет келіп тұрмын. Өте жақсы, мынау жайы да жақсы, және қазіргі көріп шыққан қойылым өте тамаша қойылған. Оның жаңағы безендірілуі, жалпы ойнаған актерлардың ойындары өте тамаша әсер етті. Жалпы театр жайлы қалай, ұнады ма сізге? Шынымды айтсам, бірінші рет келіп тұрмын. Өте керемет әсер алдым. Сол үшін ағаларға үлкен рахмет. Билетті чтобы подарок етіп, осы жерге келуіме себепші болған. Өте керемет әсер алдым деп айтамын. Өзіңіздің қатарларыңызға, құрдастарыңызға, замандастарыңызға қандай кеңес бересіз театр жайлы? Рухани азық аласың деп айтқым келеді. Көре отырып, біле отырып, кәдімгідей өзіңе деген мотивация болсын, басқа болсын, миың тынығып қалады, шыны керек. Енді қойылым жайлы айтатын болса, қойылым өз уақытынан 5-10 минутқа кеш басталды. Және де алғашқы 30 минуты мен үшін іш пыстырарлықтай болды. Бұл менің жеке ойым. Алайда өз төленген ақшасына лайықты эмоцияны сыйлай алды. Егер қалаға қонақ болып туыстарыңыз не жақындарыңыз келіп жатса, театрға алып келуге кеңес беремін. Сіздермен болған Абылайхан, және де біздің арнамызға тіркеліп жазылуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар. Театрға жиі келіңіздер.